Қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүйікті бауырсақтарымызды пісіреміз. Ол үшін бізге ұн, 1 ас қасық толтырмай ашытқы, 1 ас қасық тұз, 3-4 ас қасық құмшекер, 400 граммдай жылы сүт, 400 грамм жылы су. Бәрін араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымыз осындай жұмсақ, қолға сәл жабысқыш болу керек. Жылы жерге қойып, ашығанша жауып қоямыз. Ашыған қамырымызды алып, кішкене ұн себелеп, 6 бөлікке бөліп, зуала жасаймыз. Зуаламызды 5 минутқа демалдырып, бетін жауып қоямыз. Отқа қазанымызды қойып, қажетінше май құямыз. Және іш майлардың ерітіндісі кәдімгі тон майдың кішкене бөлігін салып пісіреміз. Тон майдың бауырсаққа пайдасы оның өте майлы болып кетпеуіне жақсы көмек береді. Қамырымызды өте жұқа, өте қалың қылмай, орташа қалыңдықта жайып, арнайы формочкамен домалақ бауырсақтарды кесіп аламыз. Алдымен майымызды тексереміз. Спичканың бір данасын салып, осылайша жанған соң, оның қызғанын көріп, бауырсақтарымызды салып, екі жақтан аударып отырып, қызарғанша қуырамыз.